торт жасай алмаймын дейтін қыздар міндетті түрде осы Милка тортын жасап көріңіз. Сіздермен жасалу жолын бөлсем, өздеріңізге сақтап алыңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқа және де қантты жақсылап көпіргенше араластырамыз. Үстіне сұйық май және де сүтті қосып тағы да араластырамыз. Келесіде ұн, разрыхитель какао үшеуін араластырып, екіге бөле отыра, осылай венчикпен бір қалыпты масса шыққанша араластырамыз. Мінекей біздің массамыз осындай болып шықты. Енді осы массамызды табаға құйып, пешімізді 180 градусқа қыздырып, бисквитті пісіріп аламыз. Мінекей біздің бисквитіміз осындай керемет болып көтеріліп жақсы шықты. Келесіде кремін дайындаймыз. Сгущенка мен сливкиді жақсылап араластырамыз. Керекті мөлшерін төменге жазып кетемін. Келесіде осы бисквитімізді осылай жақсылап бөліп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бисквиттің ортасы өте керемет көтеріліп жақсы піскен. Келесіде тортты жинаймыз. Осылай кесілген жаңағы корждарымызды, яғни бисквиттарымызды осылай тарелканың үстіне қойып, үстіне креммен жүргіземіз. Кезектеп осылай корждарымызды қойып шыққаннан кейін, ең үстіне ерітілген шоколадты құямыз. Және де үстіне Милка торты болғандықтан, үстіне Милка шоколадымен әдемілеп қойдым. Сіздерге менің видеом ұнап жатса, міндетті түрде маған подписка жасап, және де осы видеомды өзіңізге жоғалтып алмас үшін сақтап алыңыз. Ас болсын.